шап іздесең бізді компаспен көзде оңтүстікті іздесең бізді компаспен көзде оңтүстікті салам местут городок но северо-восток полностью центр область салам всем микрорайон. Жақында Дубайдан келдім. Дубайға барып келдім. Бұл ешқандай күлдірту үшін емес, просто мақтанып айтатын. Дубай. Кім Дубайға барды? Шапалақ ұрыңдаршы. Мен Дубайға барып келдім. Күшті екен. Айтпайсыңдар ма Дубай деген күшті екенін? Мен бірінші рет шетелге шықтым өмірімде. Шетелден келгенім бар Өзбекстаннан, оны санамаймыз. Но мен бірінші рет өмірде шетелге шықтым. Күшті екен ғой. Самолетке мінеміз, ақшаны толтырып, салып алғанбыз, каждыйымыз 20 мың теңгеден. Дубайды покорять етуге бара жатырмыз. Сөйтеміз, самолетке отырамыз, самолет ұшып бара жатыр, Дубайға түспей жатып ақшамыз таусылып қалды. Дымға жетпейді екен, 20 мың деген айтпайсыңдар ма? 20-ға бөліп тастайсың, 160 дирхам. 160 дирхам, Дубайда мынандай мақал бар екен, 160 дирхамға мысық көтенін көрсетпейді. Реально көтенін көрсетпейді. Мысықтардың өзі 200 дирхам дейді о жақта. Реально ақша жетпейді екен. Түстік, сразу таксиге отырдық. Таксиге отырамыз. Камри 70 келеді, ойландаршы. Мына жақта біз Камри 70 десе, депутаттың баласы дейміз ғой. Жоқ, Камри 70 такси. Отырамыз, біз пранк деп ойлаймыз. Отырамыз, реально түрді көрем, реально. Может, сыртын алып тастап, нексия шығады шығар жағынан. Кім біледі? Жоқ, Камри 70, отырам, просто мәз отырмыз. Шықпай-ақ қойықшы, Дубайда осының ішінде жүре берейік просто так. Ана водительді күшті андай, прямо есіктерді новый андай. Біздің таксилер просто андай ғой бүйтіп, есікті ашайын деп жатса, кәз брат дейді, бұлайынан мынандай қып тұрып ашады есігін. Ана таксиге отырасың да, жабасың, қаттырақ жапшы біраз. Алсың, қаттырақ жапшы біраз, қайда қаттыр. Аласың, жабасың, мына жағына шығып кетеді есік ананы. Сосын андай таксистер болады бізде еще. Брат, ар жағына отыршы, мына жағы ашылмайды дейді. Айналасына машинаның отырайын десең, мына жақта машина өтіп атады ғой. Тұрасың ана жерден, не істерін білмей бүйтіп. Аша беремін, не істейді? Мынандай қып, мына жағы да ашылмайды дейді. Қай жағына отырып, үстіне барып, чоғылып қоқысап бүйтіп. Водитель жақтан отыр дейді. Водитель өзі шығады да бүйтіп. Кір дейді. Кіремін, көтімді итеріп ана жаққа өт. Шығам. Болды, біз шықпаймыз енді машинадан дейді. Бірақ мен ешқандай өкімем, мен Камри 70-ке отырдым ғой. И төлейміз. Қанша төлейміз? 100 дирхам дейді. 100 дирхамды аударған кезде 12 мың теңге. Осындай болды бізде. Бізде бүкіл ақшамызды таксиге қалдырамыз ба? Түрі білдірмейміз. 100 дирхам берді, как будто 12 мыңға всегда жүрген құсап дейді. Ашып атыр, ой көтен ар жақтан. Сөйтеміз, ничего страшного, 12 теңге беріп жіберді. Просто біз Қазақстанда Яндекс 1200 болса, сразу Яндекс құтырып кеткен. Жаңбыр жауды ма, құтырып кеткен 800 метрге 1200 теңге деп. Андай Яндекс Гоуды белгілеп саламыз ғой, біз білесіздер ма? Сразу неге өзіміз приложение ашпаймыз орыстарға бергенше бірдеме деп. Ана жақта 12 мың теңге, вообще бәрібір маған деп. Күшті отырмыз, күшті такси, күшті отырамыз. Келесі күні біз ойлаймыз, күнде Камри 70 келеді, андаймыз, келесі күні Тесла келеді ғой такси. Осылай біз бұлай күтіп алдық қой біз. Деп төрт баламыз, төрт жағынан Тесла келеді. Ашайын десе кнопкасы жоқ қой ананың. Сыртында тұрмыз, маймылдар құсап. Оказывается, ана бірдеңе басады кесе, сосын барып ашылады. Андай Теслада вообще кнопка жоқ. Просто руль и все. Андай өтірік сияқты айдап бара жатқан. Күшті Теслаға отырдым. Фото, видеоларға жіберіп, туыстарға. Теслада отырмыз біз. Бүкіл жерде чиви сұрайды екен. Чиви. Клиенттің саған деген ризашылығы. Чиви сұрайды екен. И бүкіл таксистер сұрайды. Бүйтіп келе жатамыз, тоқтайды ғой. И чивидің ағылшыншасы типс. Поездка аяқталды, сразу типс деп сұрайды да, типа артынан типс деп. Сен бізге типс берсейші, біз қатып таңғалып отырғанда Теслаңа деп. Короче, такси күшті андай комфорт кете береді. Бизнес премиум, біреу кете береді. Бізде комфорт
дискомфорт болды. Бізде мен андай адамдардың қатарынан эконом шақырамын да, и өзімді бір бақытты адамдар санап эконом шақырам. К вам нет комфорт. Шақырыңдар бәрін. Маған комфорт келіп жатыр. Көшені тазала. Chevrolet Cobalt келіп тұрады ғой. Иә. Ашайын десең, о жағы ашылмай тұрады. Біздің таксистерге жетпейді. Егер біздің таксистерге сондай Camry жетпіс, Tesla беріп қойшы, қандай күшті болады. Бұйыртса сол күнге жетейік. Андай Camry жетпіс Tesla. Дубайда ең керек нәрсе ол ағылшын тілі екен ғой. Айтпайсыңдар ма? Кішкене дайындалып баратын ғой біз. Ағылшын тілі. Менде ағылшын тілі просто мектепте барады, білесің ба? Бізге айтатын. Ағылшынша үйрену үшін орысшадан ағылшыншаға оңай. Сол үшін орысшадан аударамыз дейді. Мен орысшаға аударамаймын ғой, мен қазақша сөзімді. 3 рет аудару керек болады ана жаққа дейін. Мен тамақ ішкім келіп тұр, қазақшасы. Орысшасы я хочу поесть. Ағылшыншасы мен уже тамақ ішіп болдым, мен уже. Керек емес маған ағылшыншасы ана жерде. Мен ағылшынның орнына іс-қимыл тілін алып бардым. Оңай ғой іс-қимыл тілін. Мен тамақ ішкім келіп тұр. Болды, оп-оңай. Мен ұйқым келіп тұр. Любой бір сөйлем айтыңдар даже, ұзын сөйлем. Жігіт керек, қанағат. Екеуі ұқсайды, қанағатты жігіт. Так. Жігіт керек деп кім айтты? Проблеманы айтпаймыз бұл жерде. Саған ғой жігіт керек, мен істеймін ол жігітті. Мен ондай емеспін ғой. Әлі біліп қойдыңдар ма әдісін? Қалай? Дубайда жігіт керек маған? Саған керек болса, сен проблемаң ғой. Сен ағылшынша білмейсің ба тоже? Білсең болды ғой, неменеге маған проблеманы тұғатсың сен? Өзің жігіт маған келіп тұғатқан емес? Так, қанағат кімна жақта айтты? Бір өзі қатты бір ақылды бір кісі бар екен қазір. Мен аударамайды деп ойлайтын. Қалай? Ол сөзді қай жерде қолданамын мен? Дубайға барған кезде. Так, Дубайға барған кезде қай жерде қолданамын? Excuse me. Can I change my time? Вообще керек, не мағына керек? Так, давай. Давай бір жерде қолданады деп есептейді. Не мағына білдіреді ол? Ай, ұятсыздар. Кім мына жерде отношениеде емес шапалақ ұрыңдаршы, қыздар? Көбеген ғой қанау тандырылмандықтарыңыздар мына жерде. Айтпайсыңдар ма оны? Ай, қанағатсыздар десең. Ұятсыз. Ұятсыз ал екенсіңдер. Так, нет, ағылшын тілін білу керек. Мен мектепте ағылшын тілін білмейтін. Вообще, қорқатын ағылшын тілінен. Мен ағылшын тілінен бір арманым болған туалетке сұрану дейтін. Мен ол кезде іс-қимыл тілі деген болмайды, піш-піш деп тұрмайсың ғой не жерде. Мен жаттап алдым да, excuse me, teacher. Көрдің ма? Рана тағы жіберіп тұрман жерде. Мен деймін ғой. Мұғалім көзі шығып дейді. Go әкес. Барай. Мен шығып кеттім, жұмыстарым бітірдім туалетте. Қайтып кірейін десем, оказывается, қайттан кіру үшін ағылшынша білу керек екен ғой. Ал мен білмеймін. Просто сыртында тұрдым 45 минут бойы. Мынандай нәрсе, короче, шетелге барғаннан кейін любой нәрсе сатып алғым келеді, бірдеңе төлейсің, андаймында ең қиыны баға жағынан келісу екен ғой. How much дейсің? How much деген қанша тұрады? И бір жүрміз, бір заттан сөйлеймін, how much деймін, 17 дейді. Біл енді, 17 ма, 70 па? Деп қайтадан деп сұраймайсың да ғой? 17 дейді, бір-бірімізге қараймыз. Давай 17 дирхам берейік. Егер 70 болып жатса, атмен ағала саламыз. Мен просто ағылшынша санау білмеймін. 1, 2, 3, 4, ауы жытық 3, ко, болды. Мектепте андай балалар болды ғой, біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 дегенде бәріміз күлеміз. Сондай адамдар еді біз. Біз әлі күнге дейін unisex дегенде боқтық сөз деп ойлаймыз.
Мен білмейтін мектепте. Қиын болатын, 17-70 дейтін. И сонда мынандай сөзді жаттап алдық. Expensive дейтін. Қымбат деген сөз екен. Күшті екен. Бүйтіп барамыз. How much? 200. Expensive. Ойбай, мынау expensive қой сендерді. Аэропортта мынандай жағдай болады, қараңдар. Білесіңдер ма? Аэропортқа барасың, бүйтіп рейсіңді өзің күтіп отқан кезде, мына жақтан бір кісі келеді да. Сіздің рейсіңіз 6 сағатқа кешіктірілді. 6 сағатқа ма? Ничего страшного. Отырамын мен. Мына жақтан артындағы бір кісі өтіп барады. 6 сағатқа ма? Онда мен ближайший рейске сатып аламын дейді. Сатып алады бар ближайший рейске. Сенде бейшарада ақша жоқ, сен сүмірейіп отырасың. 6 ай болса да отырамын осы жерде. Самолет бұзылып қалса да, қайтадан жөнделсе де отырамын осы жерде. 3 сағаттан су әкеп берді. Вау, су! Мен шыдаймын. Андай кісілер бар шыдамайтын. Немене, сендер кешіктіріп жатсыңдар всегда бірдеңе. Өзімізде машина айдап жүрміз ғой, көрейік та самолет қандай екен. Самолет айдайын деп жатсың, не істей жатсың? Мен бүйтіп отырамын, сүмірейіп 6 сағат отырдық. 6 сағаттан кейін отырамыз, ұшамыз, күшті. Болды. Самолеттен бір фото салдым, молодец. Мен ұшып келдім. Ана жол мындай жағдай болды Дубайдан қайтатын кезде. Біз өзіміз 5 минутқа кешіп қалдық рейсқа. Аналар бізді қалай жек көріп күтіп алған көрсеңдер ғой, авиакомпания. 6 сағат күткен кезде біз отырамыз сүмірейіп. Аналар бүйтіп біз келе жатқан кезде, ана бірдеңе спецназдар жіберіп ана жақтан құлағымыздан сүйреп бүйтіп. Андай автобусқа кіргізіп, давайте кешіп келді ма, кіріңдер деп. Сүмірейіп ана жерде біз күтетін едік қой сендер. 5 минут кіреміз, автобусқа кіреміз, соңында самолетке кіріп атамыз. Барлық адамдар отыр, адамдар бәрі бүйтіп қарап, сендер ма кешіп қалған. Ана жақтан Дубай Алматы рейсі ұшады, соңғы 4 лох кірді. Сосын заттарымыз көтеріп кеп, ана жерге қояйын десек, осы жерге сыймайды сендер заттарың, ұстап отырыңдар деп. Мынандай қылып. Тамақ беретін кезде, неге? Біз күтеміз, а сендер неужели? Еще бүкіл аэропортқа звонить. Садырхан Маңсан, қайда жүрсіз? Аэропорттағы адамдар бүйтіп. Просто бұл маған мына ситуацияны еске түсіреді. Қара, автобуспен жүріп келе жатасың ғой. Күшті автобуспен келе жатасың. Водитель автобус тоқтайды. Водитель шығады да. Автобус сынып қалды. Арттағы автобусқа отырыңдар дейді ғой. Бәрің настроениесіз шығасыңдар. И сразу андай ойлар, қайттан төлейміз ба, не істейміз, қайттан төлейміз ба? Чегін сохранить етіп ал. Бәрің шығасыңдар да, и ана келесі автобусқа отырасыңдар. Ана автобустағы адамдар өзінің сатып алған автобус құсап. Они пришли, сразу душно стало. Почему они должны... Өзі жеп, ана бір құн келеді, ана былай тұршы деп. Мен андай нәрсе болған қалайым бүйтіп. Келесі автобусқа отырасың, аналар бүйтіп жақтыртпай отырады ғой. Біздің водитель, екінші автобустың водителі шығады. Біздің де автобус сынып қалды. Ар жаққа барып отырамыз. Сол кезде тірейіп тігідік барамыз ар жаққа. Сен сияқты басқалар жағынан жерден. Шетелге шыққаннан кейін айттым, всегда шетелге шығып тұрамын енді. Болды, ақша жинаймын, шығып тұрамын. Все деймін да. Все. Бұйыртса енді 52 жасымда ма шығам. 26 жылда Дубайға жинадым. 26 жылда бір Таиландқа ма барады шығар мен келесі. Өйткені шетелде мышлениең өзгереді, андай бүйтіп Қазақстанға барғанда бүйтем, сөйтем деп ойлайсың да. И Қазақстаннан кейін сразу депрессия түсіп кетесің. Қайдаған бәрі анан. Кім отношения емес, солар шабыла ұрындаршы. Так, жартысында отношения жоқ екен ғой. Да, причиналарын білесіңдер ма? Кім причинасын біледі, өзінде отношения жоқ екен, қолын көтерсін. Вот сіз. Осы ғой сен, осы ма причинаң? Сөйлесе алмаймын. Не үшін сөйлесе алмайсың? Жауаптарға дұрыс жауап бермеймін. Сұрақтарға дұрыс сұрақ қоя алмаймын деш, короче. Сен өзіңе түсіндірдің ғой жаңа, білдің ба? Жауаптарға дұрыс жауап бере алмаймын. Кішкене, тоже мен сияқты екенсің, Ужас. Ал, тоқта, енді кім отношенияны
қалап жүр. Вот мен қызбен жүргім келіп жүр, жігітпен жүргім келіп жүр дейтін шапалақ ұрыңдар. Рахмет. Похоронға баратын кір сияқты ойнау. Байқадыңдар ма? Сен сөз салатын бең дәл ше? Ондай жоқ бет. Рахмет. Күштеген. Гүл алдым мен. Прикольно. Типа... Бұлай қойып қойсам, ина жерге өзім фотомды қойып қойсам. Аңсағанның жеке қоштасу кеші. Өзімді мақпал жүзі жақсы сезініп отырмын. Прикольно. Так, жігіттер. Қалай? Қалай? Маған да солай приятно? Серьезно? Сендер осындай гүлге де приятно бола бере ме сендерге? Нағып біз басымызда ұрып жүр ғонда сендерге? Любой гүлге разысыңдар. Любой. Шын жүректен берсе, да. Сен қайдан білесің, гүлдің түріне қарайсың да? Шын жүректен емес дейтін. Қайдан білесің оны? Жоқ, қара. Саған гүлді через курьер береді да? Сен курьердің көзіне қарап. Через курьер жіберсе қалай қарайсың? Бейдесің ба? WhatsApp-тан? Енді фотоңды жіберші, өзіңнің. Көзің түсіп жүр, шын жүректен ба көрем соны. Прикольно, рахмет гүлге. Так, отношенияны көбісін қалайды екенсіңдер, бірақ причиналарын өздерін білмейді екенсіңдер, Мен өзім причинасын білем, мен қорқам өйткені. Мен свиданиядан қыздан қорқып қалғам. Реально, мен қорқам. Мен ана жол бір қызбен свидания бардым, и бүйтіп, привет дейді да, сразу амандасты да, привет деп. Привет деп амандастық. Осы свиданиямыз стендапқа кетіп қалмасын. Сен уже стендаптасың. Мен уже сен туралы айтып тұрмын қазір. Прикол айтшы дейді. Танысайық та бірінші. Клоунмын ба прикол айтатын? Прикол айтшы дейтін нең Сен мен одан сұрадым, сен қандай мамандыққа оқыватсың? Дедім да? Ол математика мұғалім деді. Мұғалім есеп берші онда маған деп айтпаймын ғой мен. Мен реально қорқып қалғам. Мен мынандай нәрседен қорқам. Бірінші свидание деген нәрседен. Бірінші свидание ол всегда өтірік. Бірінші свиданияда сен жігіт барлық жақсы жағын көрсеткісі келеді, қыз бүкіл жақсы жағын көрсеткісі келеді, екеуің кездескенде ангелочек болып, ойбай дейді да. Сосын жігіт үйіне кетеді да, жігіттерге айтады, осы қызға үйленемін әкесі. Болды, 2 ай жүргенде бас жүремін, болдым ана жаққа барамда мамашілерге айтып қоямын дейді да. Болды, ана жігіттерде молодец, құтты болсын дейді. Қыз мына жаққа барады да, все, девочки, я нашла. Это тот самый. Прикиньте, когда мы садились, орындықты битті. Ол просто өзі отырғысы келген кезде қыз отырып қалды. Ана жаққа ма? Уже мысленно қыздың подругалары жігітті жақсы көреді. Типа молодец оны. Ана жақтағылар уже молодец дейді. Екінші свиданияда уже болды. Сендер бағанағы маскаларын шешіліп тастаған. Андай уже жүр кеттік. Енді қызық емес болып, сосын деп отырасыңдар да, и онша емес болып қойып, екеуің разочарование болып, екі жаққа қайтасыңдар. Сосын ана қыздар ана жақта күтіп тұр уже. Неғып келді. И сен бүкіл андай, он мразь, оказывается. Бүкіл жамандап барады да, ана жақтан жігіттер. Брат, болмайды екен. Анаумен жүрген екен, анаумен сөйлескен екен, бытшы шығарып тастайды да. И болды, осы жерден тоқтайды отношения. И дальше сөйлеспейді, андаймын дейді. И мен ойладым, үшінші свидание керек бұл үшін. Үшінші свиданияда уже білесіңдер ғой сендер бір-бірлеріңді. Беттер, маскаларын ашылған. Үшінші свиданияға тот адамдар келеді, который уже маскасы ашылып қалған кезде бір-біріне ұнайтын. Нандай нормально, маған осындай да ұнайды. Қыздар, қарандар. Сендерге жігіт бірінші жазады ғой, или танысады. Сол кезде банально жазу керек па, или креативно жазу керек па?
Креативно дейді. А банально жазбау керек. Жазу керек. Привет, қалайсың? Танысайық. Это банально, иә? И сен солай танысасың. Енді қараңдар, креатив дегенге. Неге сендер креатив жасағанда тупой деп ойлайсыңдар онда бізді? Сәлем. Мен бүгін жүрегім тыңдап көрдім. Жүрегім саған жазды деді. Анау, жүрегің айт, тупой екен жүрегің. Мен, короче, любой нәрсеге жанып кете беретін болғанмын. Жанып кете беретін, когда сен біреуге бірдеңе мотивация бересің ғой, құтырып кетеді ғой, андай қылып. Мен сондай адаммын. Мені жұмсау оңай. Үйде жүрді, аңсаған барады да, кола алып келеді, лучше ғой ол дейді. Конечно, лучше. Мен барып кола алып келемін қазір. Counter-Strike ойнау, CS:GO ойнауға барамыз. Аңсаған төлей салды да, щедрый ғой ол дейді. Жомарт қой ол. 2 ай бойы төлеймін сендерге. Мен сондай, короче, кез келген нәрсеге жанып кете беретін адаммын да. И мен әйеліме айтам ертең. Мен әйеліме айтам, мотивация беріп жүр маған. И мен 8-де сөйтем деп. Таңертең шығып баратам да, айтады, аңсаған, бүгін сен 500-ді тауып келесің. 2 аптадан кейін келесің да. Мектепті сағынғандар бар ма? Мен мектепті қатты сағындым. Мектеп күшті еді ғой мектеп. Беззаботный. Бүйтіп келе жатасың. Мұрын қақ кетті, сүрт алсын. Болды. Класстастан бәрібір. Мұрын болсаң, кетті дальше. Ауың жыртық па? Ауың жыртық. Класстастан көрсін, ауың жыртық. Қазір сен шықшым, ауың жыртық, мұрның бірден ақсы. Болды, сен тиктокта жүресің, андайып жүресің. Өз-өзіне қарамайды екен. Мектепте рахат еді ғой. Еме қатты сағынам мектепті. Ешкімді осуждать етпейді, андай қазіргідей біреу мнениесі дейтін маңызды емес, просто өмір сүретінен. Сабақ оқисың, таңертең тұрасың, сабаққа барасың, қайтып келесің. Болды. Сабақтарда қиын емес. География, қазақ тілі, математика, болды. Андай сопромат, вышмат дейтін, қазіргі андай жоқ, кредит дейтін тема жоқ еді. Ёптігіді, қандай күшті кез анау. Мен мектепте каждый жаз сайын стройкада жұмыс істейтін. Бәрі лагері, пагерлерге барады, мен жұмыс істейтінмін. Жұмыс істеу керек, андай. И жазда, сентябрьде бәріміз мектепке келеміз ғой. И мұғалім айтатын, шығарма жазамыз, жазда не істедіңдер? И мен ұялатынмын, жазда стройкада жұмыс істейді. И мен всегда қасымдағы баланкін көшіретінмін. Мен биыл жазда Бурабайға бардық па не? Бурабайға бардым. Ата әжеммен, қай ата әжем? Ата әжеммен сөйтіп бірге Қарқаралыға, Баянауылға қыдырдық. Жақсы жерлерге барыппыз осы жазда біз, сосын Балқаш көлінде мен батып кете жаздадық па не? Батып кете жазда, бірақ ағам құтқарып алды. Кішкене өзгерейін дедім да енді. Соңында тамыз айында туған күнімді тойлап, ата әжемен бәріміз бір жерде отырдық. И мен тамыз айында туған күнімді ата әжем болмаған соң двордағы кісілермен тойладық. Сосын мұғалімге тапсырамыз. Мұғалім оқиды. Молодцы, күшті демалып келіпсіңдер. Особенно Ильяспен аңсаған бір жерде жүрдіңдер болғансыңдар. Бір-бірлеріңе қатты ұқсайды екенсіңдер дейтін. Сондай бір қызықтар болатын. Мектепте толағай деген жарыс бар еді. Білесіңдер ма, кішкентай кезімізде толағай отбасылық жарысы дейтін бар еді ғой. И біз всегда толағайдан ұтылып қалатынбыз. Потому что бәрінде 4 адамнан бізде мен, қарындасым, мама. Папа жоқ қой өйткені. Всегда ұтылып қала беретінбіз. И потому что толағайға мен бірінші өзім үшін жүгіретін, потом мұрттағы ол папа үшін жүгізетін. Мен сол кезде қатты жынданатым, неменеге тастап кетті папа бізді? Толағайдан айырып алады бүкіл класста. Короче, мектепте жарыс болып жатыр, күшті толағай жарыс болып жатыр, 4 команда жарыс болып жатыр. Барлығымыз күшті тұрып тұрық. И сосын 4-ші командада папасы үлкен автобус айдайтын кісілер болды ғой. Рулі андай болды ғой. Рулі бүйтіп қозғалған кезде өз бірге қозғалатын кісілер болды ғой. Қарты дөп, күшті добрый мужиктар болды ғой, бүйтіп солай айдайтын автобус. И сол 4-ші командада тұр да. Барлығымыз андай жүгіріп барып, андай беріп жатыр. Спартакиада бірдеңе жарыстар болып жатыр, секіру болып жатыр, бәрі болып жатыр. Күшті бәрі келе жатыр, соңғы келе жатыр ана кісілер. Бірақ андай қатысқан үшін күшті болып тұрмыз да барлығымыз. И соңғы раунд, короче, екі баласы, мамасы жүгіріп өтті. И соңғы раундта папалары, мынандай шарик бар, домалақ.
ана секіретін ше былайынан бүйтіп сондай шарик болды ғой короче бүйтіп папалар дайындалып тұр ана төртінші кісі дәу ана шарик ана қайсысы қарын екенін білмейсің бүйтіп отырып ана ана жерде дышы мұғалімдердің көзі бүйтіп жарыла ма екен жарылмай ма екен анау ана бүйтеді да и бәрі секіріп ысқырып басталды секіріп келе жатыр секіріп келе жатыр и анау секірген сайын бүйтіп секіреді и дальше кете береді ғой ана кісінікі секіреді да жерге дейін тиіп ана допы жерге дейін тиеді да жерге барған кезде бүйтіп анау бар еді ғой Посейдон бүйтіп қолын тигізеді ғой бүйтіп солай жерге дейін тиеді да бук ана шарик үлкейіп жатыр ана жерде сөйтеді да екінші секіреді бүйтіп анау розовый шарик еді ғой негізі анау отырған кезде аппақ болып кетеді сөйтіп ана жаққа дейін барады бук бітеді короче соревнование бітті бірінші екінші үшінші орын болды ана кісілер төртінші орын алды и болды бүкіл андай бітті спорт залда ештеңе жоқ бүкіл доптарды қойып қойған орындарына бәрі домалақ ана кісінің сопиып тұр былайынан сосын ана кісіге айтты да өтініш иә мына қалған үш допты да сопитып бересіз ба келесі жарыстарда біреуде преимущество болу үшін ана үшеуінде ана кісі үшеуінде бүйтіп істеп берген сондай бір қызық болған мектепте кім кішкентай кезінде базардан диск сатып алатын едіңдер ғой иә бригада дейді да 48 киносы тұрады хотя өзі 9-ақ оның деген сондай өтірік нәрселер 200 теңгеден сатып алатын ек 200 теңгеден еще анау арендаға алатын ек 100 теңгеге мама барасың маманың удостоверениесін беретін ек міне и сосын 100 теңге береміз и дискті бір күнге алып кетеміз да үйге барып көреміз да обратно алып кетіп и бір күні маманың удостоверениесі өзіне керек болып қалды айттым мен удостоверением өзіме керек жұмыс бойынша өздерің бірдеңе қылыңдар біз сатушыға барамыз сатушыға айтамын вот мама удостоверениесі жоқ не істеймін 100 теңге аренда қалай аламын деді айтты свидетельство о рождении алып кел деді болды свидетельство о рождении үйге барамын мамаға барамын да айтамын мама маған свидетельство о рождении беріңізші деймін аламын бүйтіп все барамын деймін барып тәтеге беремін міне свидетельство о рождении міне 100 теңге маған диск беріңіз деймін ғой айтады қай жерінен свидетельство о рождении дейді қарасаңыз міне свидетельство о рождении күшті болып тұр ғой міне қағаз міне бұл свидетельство о рождении и оқысаңызшы қарасаңызшы мен туылғаннан хохлида фақат аңсаған туылғаннан деп тұр Новоиловская область деп тұр мынау свидетельство о рождении ғой деймін просто свидетельство о рождении біздікі жап жасыл еді андай насыбай түс болады ғой андай күс военный билет сияқты анау мектепте барлығы свидетельство о рождении алып келіңдер деп мұғалім айтады ғой бәрінікі көк идеальный темно-синий менікі жап жасыл болып тұратын еді ғой оны үстіне қойсаң да астына қойсаң да пале болып тұрады анау аңсағандікі қойшы мен 16-ға толғанда қатты қуандым удостоверение алдым ғой өйткені удостоверение алған кезде национальность қазақ деп тұрады и мен как будто өмір бойы өзбек болып келе жатамын да удостоверениеңіз қазақ қараңдар бүйтіп удостоверениесі артын көрсетіп міне қазақ қараңдар национальность қазақ деп тұрады бәріне мақтанып бүйтіп бір қолмен жауып тұрасың да потому что место рождения Өзбекстан деп тұрады да ана жерде мен де осы рахмет аман сау болыңыздар сіздердің барлығыңызды жақсы көремін мамырдың айлы түні кеудеме сіңді көк шөптің түтіні болу керек еді